Баршаңызға сәлем, сіздермен тілгеспек жоқ. Және оның жүргізушісі мен журналист Әсем Жапшева. 5 маусым елімізде референдум өтеді. Оны барлығыңыз білесіздер. Барлық жерде халықтың ақшасын үйіп-төгіп, жарнамалап мақтап жүр. Референдумда ата заңымызға 65 өзгертулер қарастырылмақшы. Ол нақты қандай өзгертулер? Шынымен де жаңа Қазақстанға өтіп кетеміз бе? Тоқаевтың айтып отырғаны мүмкін далбаса емес шығар. Билік шынында да бір адамның қолында емес, енді халықтың қолында болатын шығар. 65 түзетудің барлығын толықтай мен зерттеп шықтым. Қазір сіздерге нақты қандай өзгеріс болатынын, нақты не үшін референдум сонша асығыстықпен өтетінін тарқатып айтып берем. Бастамас бұрын осы шығарылымды және жалпы біздің каналды қолдап жүрген жақсы достарымыз туралы бір-екі ауыз сөз айта кетейін. Бұл пайдалда тегін билеттердің бағасын салыстырып, ең арзанын сатып алуға көмектесетін Aviasales KZ сайты. Көбіміз діттеген жерімізге жету қымбат болады деп, ұшақпен бару нұсқасын қарастырмаймыз да. Қарастырған күннің өзінде бір әуе компанияның сайтын ғана шолып өтуіміз мүмкін. Елімізде 15-ке жуық әуе компаниясы барын ескерсек, оның бәрін жеке-жеке қарап, салыстыру қажет болады. Бұл өте көп уақыт алады. Ал менің ұсынып отырған Aviasales компаниясы сіз үшін осы жұмысты бітіріп, ең арзан билетті тауып береді. Каналымыз қазақ тілді контент пен арзан бағаларды қолдап жүрген Aviasales KZ сайтына рахметімізді айтып, шығарылымды жалғастырайық. Қазіргі референдум туралы сөз қозғаудан бұрын алдыңғы референдумдар туралы айта кетейін. Тәуелсіз Қазақстан тарихындағы тұңғыш референдум 95 жылы 29 сәуірде өтті. Одан кейін 96 жылы президент сайлауы өтпеді де, жалпы халықтық референдумнан кейін Назарбаев 5 жыл мерзімге тағайындала салды. Бюллетенде 91 жылы 1 желтоқсанда жалпы халықтық сайланған Қазақстан Республикасының президенті Назарбаевтың өкілеттілігін 2000 жылдың 1 желтоқсанына дейін ұзартуға келісесіз бе деген бір сұрақ болды. Екінші референдум сол 95 жылдың 30 тамызында өтті. Бұл референдум жаңа конституцияны қабылдау мәселесін алға тартты. Сайлау бюллетендерінде қазақстандықтарға сөз жобасы 95 жылдың 1 маусымында баспасөзде жарияланған Қазақстан Республикасының жаңа конституциясын қабылдайсыз ба деген бір ғана сұрақ қойылды. Сол референдум нәтижесінде Назарбаев толық билікке ие болды. Премьер-министрді тағайындап, парламентті тарату құқығына ие болды. Ал Конституциялық сот президенттік басқаруды аяқтау жолындағы соңғы елеулі кедергіні консультативтік кеңесші орган деңгейіне дейін төмендетіп, Назарбаевқа негізгі заңға еркін өзгертулер енгізуге мүмкіндік берді, деп жазды Human Rights халықаралық құқық қорғау ұйымы. Халықаралық бақылаушылардың ешқайсысы референдумды бақылаған жоқ. Human Rights Watch ұйымының хабарлауынша, жергілікті бақылаушылар оның нәтижелерін бұрмалаудың көптеген дәлелдерін тапқан екен. Яғни сол 95 жылдан бастап елдегі барлық билік бір адам, Нұрсұлтан Назарбаевтың қолына өтті. Алайда Назарбаев сол кезде де халықты алдап 2000 жылы кетем деген еді. Как написано в Конституции. Там все сказано предельно ясно. Мои полномочия до декабря 2000 года. Почему все думают, что я всей жизни хочу оставаться и, так сказать, в таком ритме работать? Наверное, железным просто надо быть. Почему-то никто об этом не думает. Никакой монархии никогда в Казахстане не будут. Никакие мои дочери моими советниками никогда не будут. И никакой наследственности в Казахстане не будет. Будет все, как написано в Конституции. Ар жағы қалай болған өздеріңізде білетін боларсыздар. Больница жақтан уже ОМОНдар келіп жатқан болатын. 80-90 ОМОН киініп алған, ана бұрыштан бастап уже ата бастады. Ал енді Назарбаев кеткеннен кейін Тоқаев 95 жылдың қателерін түзеймін деді. Енді бір адамның қолында сонша билік болмайды деді. Дамыған елдердегідей тәуелсіз партиялар арқылы халықтың атынан депутаттар сөйледі деп уәде берді. Қолыма мынаны алып, референдумда ұсынылып отырған түзетулерді алып,
оның сөзінің растығын тексерейік. Бізге конституцияға өзгерістер енгізудің, референдумның ең маңызды себебі суперпрезиденттік республикадан кетуіміз үшін деп айтылды. 95 жылы конституция бойынша президент не істей алды? Тағы бір рет оқып шығайық. 44 бап бойынша президент өзі қалаған кезде парламентті тарқатып, парламент сайлауын өткізе алады. Түпкілікті қол қояды және барлық заңды бекітеді, немесе бекітпейді. Премьер-министрді ұсынып тағайындай алады. Мәжілістің келісімімен деп жазылған, алайда бізде тәуелсіз мәжіліс болған беді. Премьер-министрді жұмыстан шығарып, үкімет құрамын бекіте алады. Сыртқы істер, ішкі істер, қорғаныс министрліктерінің басшыларын тек президент тағайындай алады. Сонымен қатар ол ұлттық банк төрағасын, бас прокурорды, ұлттық қауіпсіздік комитетінің басшысын, елшілерді өзі тағайындайды. Кез келген мемлекеттік органдарды таратып құрады. Орталық сайлау комитеті мен есеп комиссиясының басшыларын өз бетінше таңдай алады және әкімдерді де өз тағайындайды. Тағы басқа. Енді мұны өзгертеміз дейді. Бірақ ұсынылып отырған түзетулерде мұның бірде-біреуі туралы бір ауыз сөз жоқ. Яғни ештеңе өзгермейді. Сенбесеңіз, өзіңіз тексеріп қараңыз. Тоқаев, Назарбаев не нәрсеге өкілеттілік етсе, соның бәріне ие болады. Тіпті одан да көп. Ол енді конституциялық соттың басшысында өзі бекіте алады. Сонда заңнан нені алып тастады? 2 баптың 3 тармақшасындағы облыс, республикалық маңызы бар қала және астана әкімдерінің актілерінің күшін толық немесе ішінара жояды, немесе тоқтата тұрады деген сөздер ғана алынып тасталды. Енді бізде бір сұрақ туындайды. Сонда жаңа Қазақстан деген не? Тоқаевтың бұл референдумнан көздеп отырғаны Назарбаевтың орнына өзінің билігін бекіту болып шықты. Онымен шектелмей референдумда барлық өзгерістер сайлау қағазында жазылмайды да. Бар болғаны бір сұрақ болады. Жақтайсыз ба, әлде жақтамайсыз ба? Хабар және басқа арналардан ауыз толтырып, Қазақстан халқы бұл референдум арқылы демократиялық шешім қабылдап, жаңа Қазақстанды билікпен бірге құрады деген секілді пікірлер айтылып жүр. Десе де, конституцияға енгізілу керек барлық өзгерістің авторы биліктің өзі. Халық ештеңе ұсынбады. Нақтырақ айтқанда, халықтан ешкім ақыл кеңес сұрамады. Билік халықтың осы уақытқа дейін айтқандарына құлақ астық дегендей сынай танытып, осыларды ұсынып отыр. Халық пікірмен санасайын деп референдум өткізейін деп жатыр десеңіз, қателесесіз. Власть ақпарат құралы былай дейді. Мемлекет көптеген жабық топтар құрды. Бұл топтардағы эксперттер, олардың мүддесі, биліктілігі туралы ақпарат жоқ. Бәз баяғыша технократтар құрамын жоғардағылар халықпен санаспай бекітті. Мамырдың 18-і бір топ белсенді референдумды 3 ай кейінге қалдыруды сұраған. Мұны Азаттық радиосы хабарлаған еді. Бұл халықтың ақшасы. Сондықтан бірге жүріп, бірге айтайық. Бір үстелдің басында отырып, біреуіміз өзгеріспен толықтырудың дұрыс екенін дәлелдеп шығайық. Сол үстелдің басында соған қарсы пікір айтатын адам дәлелдеп шықсын. Референдумның мақсаты сол. Референдумның мақсаты әкімшілік ресурстарын пайдалана отырып, тек Қасым-Жомарт Тоқаевтың ұсынған мәселесін халыққа жақсы жеткізу емес, деді ұлт тағдыры бірлестігінің төрағасы Дөскөшін. Егер суперпрезиденттен айырылған десе, сенатты таратсын, ассамблеяны таратсын, сосын 12 миллион электорат қалыптасқан заңсыз мәжіліс таратсын. Міне саяси реформа сонда болады. Ал мынаның бәрі былжырақ дейді Есенғазы Қуандық, ғалым белсенді. Қазақстан билігі халықтың саясатқа араласқанын қаламайды. Халықты 30 жыл бойы саясатқа араластырмады. Мемлекетті басқару ісін әлде берер емес. Олар үшін халық саясат деген тақырыптарды түсінбейтін, бұл тақырыпқа дейін әлі өспеген жасөспірім сияқты. Референдум кезінде халықтың ескеріп, саяси күш бардай көрсетеді. Алайда халық өзі бастаған саяси жағдайларда оны ескермейді. Билік референдумның арқасында халықты керек кезінде ғана шақырады. Шешімдердің әлеуметтік реңі бардай көрінеді. Алайда мұның бәрі де бір адамның қалауы ғана. Өзгеріп жатқан режим өзі қалаған саяси тәртіп болу үшін барлығын жасайды. Референдум бұл үшін таптырмас құрал. Өйткені бұл арқылы қоғамды саясатқа тікелей араластырмай, керек кезде ғана шақыруға болады. Алайда биыл қаңтар қырғыны халықты көп уақыт бойы өз өмірін өз шешу құқығынан айырудың арты неге әкелетінін көрсетті. Бұдан әлі сабақ алмаған көрінеді. Қазір референдум өткізуге қарсы шыққан адамды бұрынғы режимді, Назарбаевтың авторитар режимін қолдайды деп ойлайтындар көп. Себебі ол референдумда дәл сол Назарбаевтың мәртебесіне қатысты өзгерістер қабылдануы мүмкін. Алайда билік халықтың не қалайтынын, қандай өзгерістерге
қол жеткізгісі келетінін білмей жатып өзгерістерді өзі ұсынып отыр. Назарбаев мәртебесі басқа да өзгерістер маңызды екеніне кәміл сенеміз. Алайда қаңтар қырғыны, Жаңаөзен қырғыны секілді мәселелердің бет ашылмай, сол қырғында жазықсыз азапталып ұсталып, қаза болғандардың ісі әлі әділ, ашық тергелмейінше, бұл өзгерістердің барлығы көз бояушылық екені сөзсіз. Одан басқа Назарбаев деген диктатордың орнына Тоқаев деген диктатор келсе, одан не жеңеміз? Менде бүгінге осы. Референдум туралы өз ойыңызды пікірге жаза кетіңіз. Шығарылым ұнаса лайк басып, міндетті түрде пікір қалдырыңыз. Жақындарыңызбен бөлісіңіз. Сондай-ақ біздің әлеуметтік желілердегі парақшаларымызға жазылуға ұмытпаңыз. Амандықта көріскенше сау болыңыз.